Баршаңызға сәлем, менің асханам арнасына қош келіпсіздер. Қыстың қамын жаз ойла демекші, қысқа қарай малина вареньесін дайындаймыз. Малинаның құрамындағы барлық дәрумендерді сақтау үшін қысқа қарай қайнатпай сақтаймын. Малинаны жақсылап тазалап, жуып аламыз. Үстінен қант сеуіп, араластырып, қанты ерігенше 15 минуттай уақытқа қойып қоямыз. Бұл вареньяны күн салқындағанда, балдарым ауырған кезде шаймен беремін. Ыстығы көтерілгенде өте жақсы көмектеседі. Қайнатылмағаннан кейін құрамдағы дәрумендері күш береді. Қанты еріген соң малинаны осылай блендермен майдалап езіп аламын. Осымен вареньямыз дайын болды. Бос баклажкаларды жуып, кептіріп, осылай вареньяны құйып қоямыз. Немесе одноразовый контейнерлерге құйып қойсаңыз болады. Вареньяны морозилкаға салып сақтаймыз. Керек кезде алдын ала жарты сағат, 1 сағат бұрын шығарып қойсаңыз, еріп дайын болып тұрады. Вареньямыздың иісі керемет көп балғын болып тұрады. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.